Сәлем қыздар. Бүгін сіздерге құрақтың түзу шығу үшін қандай қағидалары бар, сол туралы көрсеткім келеді. Ең бірінші, біз мынандай бөз мата аламыз құрақтың астына. Бұл матаның тығыздығы жақсы болған. Ең бірінші маңызы тығыздығы. Және бұның түзу қиылуы өте маңызды. Кейбір маталар қисығынан болады да, мысалы біз байқамай жатамыз, ондайда болады, қисығынан кесіліп кетеді. Содан былай санасақ та размер келеді, былай санаймыз размер келеді, бірақ мата қисығынан қиылған болып шығады. Сол үшін мына астарлық матаны, табақшаны дұрыстап қию ең бірінші маңызды. Одан екінші маңызды нәрсе ол бізде табақшаның центрін дұрыс анықтау. Центрін дұрыс анықтау. Бұл да құрақтың түзу шығуына әсері бар, өте үлкен. Мысалы, ручкамен сызып алуға да болады. Мен міне осылай жасадым. Центрін дұрыс анықтау осылай. Көзге көрінеді түзулігі. Енді центрін дұрыстап таптық, табақшамыз түзу. Енді біздің лентамыздың ені әртүрлі болады. 2,5 метр, 2,5 сантиметр, 3 сантиметр болады. Бірақ біз лентаны матаның енінен емес, ұзындық бойынан алғанымыз өте дұрыс. Өйткені енінен алған мата созылмалы болып келеді. Ал тігінен алған матаның ұзындығынан алған, ол мата созылмалы болмайды. Болсам, міне мына мата ұзын қателікпен енінен алынып кеткен, міне созылмалы. Бұны мен құрақ тіккенде, бұл өте, особенно енді бастап жатқан құрақшыларға бұл өте кері әсерін тигізіп, құрағыларыңыз келмей де қалуы мүмкін. Сол үшін міне лентаны ұзындықтан аламыз. Центрін, егер де сізде ені 3 сантиметр болса, тура 3-3 квадрат кесіп алу үшін сізге бір бүксеңіз, қиып алсаңыз, міне ровно 3-3 мата көз шығады бұл жерде. Ендігі бір қағида, бұл жерде центрдағы көздің мына диагональ сызықтармен тура келуі. Оны қозғалып кетпеу үшін бір тігіс жүргізіп алсаңыздар болады. Мына сызықпен мына бұрыш келіп отыру керек. Әрі қарай құрақ тіккен кезде де сол осы сызықтарға ориентир ұстап тігуіміз керек. Келесі міне келесі жіпте түгі астына қарайды. Келесі лентаның үстіне қойылады. Лентаны тігіс лапканың бойымен осылай тігіледі. Келесі қазір жұмыс барысында мен сіздерге көрсетіп отырам. Тағы да қандай ұстанымдар бар. Мысалы, міне мен қарама-қарсы құрақ тігіп отырмын қазір. Міне көрдіңіздер ме? Мен енді тігіс түсті. Енді қарайсыз, міне мына бұрышы мына диагональ сызыққа келу керек. Мына тігіп жатқан тігіс келмеуі мүмкін, бірақ тігіп болған бұрыш обязательно келуі керек. Келесі. Артқа барамыз. Міне қарайсыз, келіп жатыр. Тағы да бір ориентир түзу тігілу үшін, мысалы, қойдыңыз матаңызды қойдыңыз. Қарайсыз, мына сызық пен мына сызық
мына тігіс сызықпен мына сіздің лентаңыздың шеті параллельно жату керек. Параллельно жатса, онда сіз құрақтың бойымен, мына тапақшаның бойымен түзу келе жатырмын деген сөз болады. Мысалы, міне мына ұшы кеп түсті. Түспей жатқан жағдайда, қазір оны да көрсетем. Міне, мына тігіске міне параллельно болу керек. Міне, мына жерде қараңыз. Кішкене ақаулық бар сияқты көзге көрінеді. Ол үшін матаны түзу қоямыз. Осындай кезде міне ориентир. Егер сіз жаңа мына кескен жеріміз қисық қой, осыған ориентир ұстасаңыз, матамыз, құрағымыз қисық кетеді. Ол үшін біз оған қарамаймыз. Біз мына астыңғы основной лентаның бойымен мынаған параллельно, былай емес, ровно, параллельно мына лентаға осының бойымен тігеміз. Мына жерде бізде мына ұшы шығып тұр, мына ұшы шығып тұр, ода тұрған ештеңе жоқ. Біз мына астыңғы основной лентамен ориентир ұстап отырып тігеміз. Егер тігісіңіз, мысалы, мына ұшына, міне мен даже байқамас едім, міне кішкене көрдіңіз бе? Міне лентаның сызығы, мына лентам менің үстіге шығып кеткен. Сол үшін осындай жағдайда біз тігістің үстінен 1-2 мм қағып тігіс берсек, орнына барып түседі. Не? Көрдіңіз бе? Көріне ма? Бұл тігіс түспей жатқан күнде асып кетіп жатса, онда тігістің үстінен тағы 1-2 мм-ге тігіс бересіз. Ашасыз, тігіс түсті ма? Дұрыс. Арғарай тігіп кете бересіздер. Лентаның шеті келесі тігістердің шетіне параллельно жату керек. Тігісті үтіктеп отыру, ол да бір маңызды. Міне лентаны тіктіңіз, матаны үтіктейсіз қолмен. Міне ұштары келді, значит біз түзу келе жатырмыз. Бұлай да түзу, бұлай да түзу. Міне қараңыздар, көріп тұрғандарыңыздай, мен бұлай қойсам, бұлай қоятын болсам, көріп тұрғандарыңыздай параллель жоқ мына жерде. Сол үшін мен матаны, лентамды мынаған параллель қоямын. Көріп тұрсыздар, бір талай шығып қалды.
матам 10-на келді. Келесі ақ матамен бітіреміз қазір. Қолдарыңызды жаттықтыра беретін болсаңыздар, көздеріңізді жаттықтыра беретін болсаңыздар, әрдайым сіздерге көрінеді. Мысалы, былайынан тіккенде, қазір былай тігіп отырсаңыз, міне көрінеді, параллель келе жатқан жоқ. Значит, дұрыс емес. Значит, сізде басында кішкентай 2 мм, 2 мм, 1 мм-ден егерде қисық кете беретін болсаңыздар, онда ақыраяғы құрағыңыз қисық болып кетеді. Сол үшін басынан бастаған кезде мән беріп отырыңыз сол диагональ сызыққа, құрақтың ұштарының дүзу түсуіне, параллельна жатуына, мысалы параллельна қарайсыз. Кейбір қыздардың, мысалы, құрақтары былай жетпей қап жатады, маған мысалы, былай жетпей қап жатады, мысалы, асып кетіп жатады. Оның бәрі осы тәсілдерді, мысалы, қолданбаудан деп мен ойлаймын. Арты осылай шықты. Менде де бар, міне қисық жерлер. Ондай жерді бұлай түзетеміз. Міне құрағымыз осылай шықты, тақтайдай болып, анықтақ шықты. Мына арты осылай. Енді осы кеңестерді қолданып, қыздар дұрыстап тігіп көріңіздер. Сіздерде де осындай әдемі құрақ түрі шығады деп ойлаймын. Сау болыңыздар.